Осыдан 30 жыл бұрын, яғни 1992 жылдың 3 қаңтарында Қазақстан мен Қытай мемлекеттері арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнады. Ширек ғасырдан астам уақыт ішінде екі елдің ынтымақтастығы жаңа деңгейге көтерілді. Екі елдің достастығы мен тату көршілігінің тамыры тереңде жатыр. Бүкіл әлемге әйгілі Ұлы Жібек жолы екі ел арасындағы ғасырларға жалғасқан достастықтың нағыз айғағындай. Қытай Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқылардың бірі боп таныды және бізбен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. 1992 жылдан бастап 2021 жылға дейін Қазақстан-Қытай саудасы 368 миллион ақш долларынан 25 миллиард ақш долларына дейін жетті. Яғни 70 есеге жуық өсті. Өткен жылдың қаңтар-шілде айларында Қытай мен Қазақстан арасындағы екі жақты сауда көлемі 17,7 миллиард ақш долларына жетіп, жылдық есеппен 20% артты. Бүгінде Қазақстан мен Қытай мемлекеттері бірлесіп жүзеге асырып жатқан жобалардың саны да аз емес. Мәселен, Шымкент мұнай өңдеу зауыты, Жаңатас қаласындағы жел электр станциясы, қуаты жылына 500 мың тонна полипропилен өндіретін Атырау мұнай-химия кешені секілді бірқатар стратегиялық ірі ауқымды жобалар қос елдің ынтымақтастығына ары қарай дамытып келеді. Ал бүгінгі таңда Қазақстан мен Қытай транзиттік тасымалдары айтарлықтай табысқа жетті. Екі ел тарапынан тұрақты түрде жұмыс істейтін 7 порт, мұнай мен газ тасымалдауға арналған 5 трансшекаралық құбыр желісі, 2 трансшекаралық темір жол магистральдары мен халықаралық шекара маңы ынтымақтастық орталығын ашты. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында Қытай Европа пойыздарының 6195 пойызы Шыңжаңдағы 2 порт арқылы Қазақстанға өтіп, жаңа рекорд орнатты. Жалпы Қытай Қазақстанның ірі сауда және стратегиялық серіктестерінің бірі екені белгілі. Қос елдің арасындағы сауда қарым-қатынасы жандандырып, Қазақстанның тауарларын Қытайға экспорттау көлемін өсіру үкіметіміздің басты бағдарларының бірі деуге болады. Мәселен, өткен жылдың соңында Қазақстанның Қытайға экспорты 9,9 миллиард долларды құраса, оның ішінде 4,5 миллиард доллары өңделген өнімдерге тиесілі. 2021-2022 жылдары Қазақстаннан Қытайға өңделген тауарлар экспорты 17,8% өсіп, 1 миллиард ақш долларын құрады. Мысалы, мыс және мыс катодтары, өсімдік майлары, титан және одан жасалған өнімдер, жарма немесе өңделген бұршақ дақылдары және тағы да басқа тауарлардың жеткізу көлемі артқан. Қаңтар-наурызда Қытайдан Қазақстанға өңделген тауарлар импортының көлемі 2,1 миллиард ақш долларын құрады. Қытайдан Қазақстанға ауа баптау кондиционерлері, компьютерлер, топырақты сұрыптауға және ұнтақтауға арналған жабдықтар, көтеруге, жүктеуге, тиеуге немесе түсіруге арналған машиналар, электр генераторлары, кондиционерлер, шиналар, телефондарды импорттайды. 2013 жылы Қазақ елордасына табан тіреген Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Назарбаев университетіне арнайы дәріс оқып, Евразия құрлығындағы орналасқан мемлекеттердің экономикалық қарым-қатынасын дамыту мақсатында әртарапты жаңа модульдерді қолдану қажеттілігін, ал оған Ұлы Жібек жолы бойы экономикалық негізін жасау арқылы қол жеткізуге болатындығы туралы айтты. Ал екі ел қарым-қатынасы арқасында Қазақстан әлемде бір белдеу бір жол бастамасын
жария еткен алғашқы мемлекет атанды. Айналдырған 9 жыл ішінде Қытай аталмыш жоба аясында 149 елмен 32 халықаралық ұйыммен ынтымақтастық туралы 200-ден астам құжатқа қол қойды. Өткен жылдың мамыр айындағы жағдай бойынша оның бойындағы елдермен сауданың жалпы көлемі шамамен 11,8 триллион ақш долларын құрады, ал тікелей инвестиция 140 миллиард ақш долларына тең. Қазіргі таңда әлем өзгеріп жатыр. Жаһанды жайлаған коронавирус пандемиясы да әлем елдерін біраз сарсаңға салды. Осындай алмағайып заманда Қазақстанның да, Қытайдың да алдына ұлттық қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтау, ұлттық даму мен жаңғыруды жүзеге асырудың тарихи міндеті тұр. Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің Қазақстанға сапары барысында екі елге ортақ құндылықтарды жетілдіру, сауда мен экономика бағыттарын нығайту, Қазақстан мен Қытай достастық қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтеру мақсатында бірқатар келісімсөздер жүргізілетіні туралы айтты.